Ассалаумағалейкум тойшыл қауым. Бүгін енді Гүлбану апамыз жездеміз екеуінің бүгін туған күніңіз құтты болсын. 2006 жылы апайымызбен танысып едік. Оған дейін қаншама жылдары мына жұбайым бала көтергенменен қайта-қайта түсіп сөйтіп жүрді. Алматыдағы барлық үлкен больницаның бәріне бардық. Мықты деген кісілердің барлығына бардық. Кейін бір адамнан естіп, апайымызға келдік. Келе салған күні сол кіре салысымен айтты, бір жұмада бәрі жақсы болады деді. Айтқандай бір жұмада үйіңе қонақ келгізбе деді. Бір жұма үйде болыңдар деді. Бір жұмадан кейін аяғы ауыр болды. Соныменен 9 айына барғанда бір күні ішім түсіп кетті деді төмен қарай. Қайтадан шақпылап келіп едік. Соңғы тағы бір кісі бар болады. Не? Соңғы бірге көтеріп берді ішті. Соңғы 9 ай өтіп кетті. Қарасақ кетіп бара жатыр 9 айдан асып. Соң қайта бардық. Мынау өзі түспей қойды ғой, қайта көтеріліп алды. Сүйсек айтады, көтеріле алады екен де түсіре алмайды екен. Асықпаңдар деп. Сол сияқты енді сізге Алла разы болсын. Сіз қазақтың анасысыз. Қаншама қазақ деген халық өзі азбыз. Енді сіз қаншама жанұяға, отбасына осындай керемет бір не айтамыз, қуаныш сыйлап жатырсыз. Сол үшін Алла разы болсын. Қазақтың қаһарман қызы Әлия Мәншүк дейді ғой. Сіз осы замандағы, бейбіт замандағы ең мықты батыр қызысыз қазақтың. Сол үшін әрбір қазақ сізге шын жүрегінен рахметін айтады. Сізге Алла тағала қасиет берген екен. Сіз осы қасиетіңізді бүкіл ұлтыңызға арнап жатырсыз. Алла бұйырса, балаларыңыз, немере шөберелеріңіз жамандық көрмесін. Осы сіздің елге жасаған жақсылығыңыз ұрпақтарыңыздан алдынан шықсын.